Ағымдағы жылғы наурыз айында Қызылорда облысының кәсіпкерлер палатасы өңірлік кеңес мүшелерінің келісімімен Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы басқармасының шешімімен Қызылорда облысының кәсіпкерлер палатасының директоры лауазымына Жақсылықов Ғалымбек Жақсылықұлы тағайындалды. Армысыздар, эфирде бизнес бағдары хабары және оның жүргізушісімен Балдырған Мәмен. Жақсылықов Ғалымбек Жақсылықұлы 1977 жылы Қызылорда облысында туылған. 1995 жылы Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Қызылорда ауыл шаруашылығы техникумын шаруашылық қызметіне бухгалтерлік есеп және талдау жүргізу. 1999 жылы Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетін агробизнестегі экономика және менеджмент мамандықтары бойынша бітірген. 2015 жылдан бері Алматы менеджмент университетінің тыңдаушысы. Еңбек қызметі 1996-1997 жылдары Темірхан ТВ жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің журналисі. 1999 жылы жеке кәсіпкер. 1996-2008 жылдар каратэ-доның жаттықтырушысы. 2005 жылдан Аквалайн жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің құрылтайшысы және директоры. 2008 жылдан Скифтрейд жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Қызылорда облысы бойынша өкілі. 2010 жылдан бастап Скифтрейд жауапкершілігі шектеулі серіктестігі директорының филиалдармен жұмыс жөніндегі орынбасары. Елімізде қолданысқа енгізілген ауыл шаруашылығы кооперациясы туралы заңының аясында шаруа қожалықтары мен жеке секторларда ауыл шаруашылығы кооперативтерін құру, ұйымдастыру бағытында кент, ауылдық округ әкімдерімен бірлесіп жұмыстар жүргізілуде. Бүгінгі күнге облыс бойынша 16 кооператив құрылып, 11 кооперативті құру бойынша жұмыстар жасалуда. Қармақшы ауданы бойынша 3 шаруашылық бірігіп, егіншілік, мал шаруашылығымен айналысатын Жосалы ауыл шаруашылығы кооперативі. Жалағаш ауданы бойынша Ақсу ауылдық округінде егіншілікпен айналысатын 3 шаруашылық бірігіп, Ақсу елі кооперативі. Сырдария ауданы бойынша Ақжарма ауылдық округінде егіншілікпен айналысатын 7 шаруашылық бірігіп, Атамекен жер және 7 шаруашылық бірігіп, Ақжарма агро кооперативтері. Жаңақорған ауданы бойынша егіншілік, мал шаруашылығы және өңдеу саласымен айналысатын 3 шаруашылық бірігіп, Келінтөбе ауылдық округі КТ агро сервис. Аққорған ауылдық округі бойынша Сәдір Ата және Бесарық ауылдық округі бойынша егіншілік, өңдеу саласымен айналысатын 3 шаруашылық бірігіп, бірлесу өндірістік кооперативтері құрылды. Қызылорда қаласы бойынша мал шаруашылығымен айналысатын Қызылөзек ауылдық округінде 3 шаруашылық бірігіп, Қараөзек. Қызылжарма ауылдық округінде 5 шаруашылық бірігіп, Агро Нұр. Ақсуат ауылдық округінде 7 шаруашылық бірігіп, Атамекен. Талсуат ауылдық округінде 3 шаруашылық бірігіп, Талсуат. Тасбөгет кентінде 4 шаруашылық бірігіп, Ботабай. Қосшыңырау ауылдық округінде Абай. Ақжарма ауылдық округінде егін шаруашылығымен айналысатын 6 шаруашылық бірігіп, Атамұрат. Қызылжарма ауылдық округінде 5 шаруашылық бірігіп, Башпай. 3 шаруашылық бірігіп, Нұролжас ауыл шаруашылығы кооперативі. Және Белкөл кентінде мал шаруашылығы сүт өңдеумен айналысатын 3 шаруашылық бірігіп, Наурыз агро өндірістік кооперативтері құрылды. Кәсіпкерлер палатасы жердің нысаналы мақсатын өзгертуде жер учаскесінің кадастрлық құнын төлеу мерзімін өзгертуге қол жеткізе алды. Сюжетке назар аударайық. Қазіргі таңда елімізде 100 нақты қадам ұлт жоспарын іске асыру жұмыстары барынша жүргізілуде. Ол үшін елбасы жарлығы бойынша арнайы ұлттық комиссия құрылып, ұйымдастыру жұмыстары өткен жылы басталып кеткен болатын. Ұлт жоспарында жер телімдерін мақсатты пайдалану түрін өзгертуге, рұқсат алу рәсімдерін жеңілдетуге де арнайы 36-шы қадам арналған болатын. 36-шы қадам. Жер телімдерін мақсатты пайдалану түрін өзгертуге, рұқсат алу рәсімдерін жеңілдету, ауыл шаруашылық жерлерін пайдалануға тұрақты түрде мониторинг жүргізу, барлық пайдаланылмай жатқан жерді алдағы уақытта жекешелендіру үшін мемлекеттік қорға беру. Қазіргі таңда кәсіпкерлер алдында тұрған мәселелердің бірі жер учаскесінің нысаналы мақсатын өзгерту барысында кадастрлық құнды төлеуге қатысты.
Осы орайда облыстық кәсіпкерлер палатасына бірнеше кәсіпкерлерден өтініш түскен. Мамандар жер қатынастары саласындағы нормативтік құқықтық құжаттарды зерттей отырып, кадастрлық құнды келісім негізінде төлеуге болатындығын анықтады. Мәселенің маңыздылығын ескере келе, бұл сұрақты палата жанындағы кәсіпкерлердің құқығын қорғау кеңесіне шығарып, облыстық прокуратура, жер қатынастары басқармасы, қала әкімдігі өкілдерімен талқыланды. Жер учаскесі бізде Қызылорда қаласында 2 миллион теңге дейін жобасы төленеді нысаналы мақсат өзгерту барысында. Сол себептен шағын кәсіпкер субъектілер бұл ақшаны қаражат төлеу өте қиын. Себебі бұл кәсіпкер бастау барысында олардың проект жобалары 5 миллионға жуық әрі кетсе болады. Ал бұл жерде жер учаскесі нысаналы мақсатын өзгерту барысында жер учаскесінің тұрған жеріне көлеміне қарай өзі 2 миллионға дейін жуық төленеді ақша. Соған сәйкес бұл кәсіпкерлер бізге арызданды. Осы бағытта біз Қызылорда қала әкімдігімен, Қызылорда облысы әкімдігімен жұмыс және облыстық прокуратурамен бірлесіп жұмыс істедік. Бұл бағытта себебі кадастрлық құнын төлеу заңда белгіленбеген тәртібі. Сол себептен заң аясында жұмыс жасап, біз бір тұжырымға келдік. Арызына сәйкес, кәсіпкердің арызына сәйкес кадастрлық құн ақшасын бөліп төлеу жөнінде. Бұл бағытта енді қазір жер қатынастары бөлімімен арыздар қаралып, оң нәтиже тауып отыр. Бүгінде аймағымызда кәсібін ашып, сол кәсіптің нәсібін көремін деушілерге палата қызметкерлері барынша көмек көрсетуде және қаншама кәсіпкерлерге қажетті кеңестерін де беруде. Солардың қатарында аңсарлар кілем жуу орталығының иесі Ғабиден Жақсылықта бар. Сюжетке назар аударайық. Кілем жуу орталығын ашу Ғабиден Жақсылықтың ойына келгеніне біраз уақыт болған. Бірақ оны қалай бастайды? Ол үшін не істеу керек? Осы сұрақтар мазалаған ол облыстық кәсіпкерлер палатасына жүгініп, бизнес кеңесші жобасына қатысады. Кәсіпкерлерді қолдап жатырды естіп, кәсіпкерлер палатасына барып жүгіндім. Сол жақта бизнес кеңесші деген жобаға 2 күн оқып, сояқтан сертификат алып шықтым. Сосын өзім бизнес жоспар құрып, даму қорына жүгініп, осы дамудан 13 миллион ақша алып, осы кәсіпті бастадым. Бұл кәсіп аңсарлар кілем жуу орталығы, Түркиядан алынды аппарат. Қазіргі таңда осы кілем жуып халыққа қызмет көрсетіп жатқан жайымыз бар. Аңсарлар кілем жуу орталығы кәсіби кілем жуу технологияларымен жабдықталған. Жабдықтар арнайы Түркиядан әкелінген. Соңғы үлгідегі технология кілемдегі сіңген дақтарды толықтай тазалауға мүмкіндік береді. Яғни алдымен кілем шаңынан тазартылады, сосын келесі аппаратта тазаланып жуылады, кептіріледі. Тазаланған кілем қайтадан оралып, иесіне жөнелтіледі. Жас кәсіпкер бұл күнде 7 адамды жұмыспен қамтып отыр. Былтыр ғана ашылған мекеме қызылордалықтарға жоғары сапада кілем тазалау қызметін көрсетіп келеді. Күніне 50-ге жуық кілем жуу мүмкіндігі бар орталықта күніне 20-40 кілемге дейін тазартылады екен. Тіпті кейде одан да көбейіп кететін кездер болады дейді орталық операторы. Бірінші аппаратымыз кілемді өткіземіз шаңнан. Шаңнан өткіземіз де суға саламыз. Суға салғаннан кейін осы аппаратқа салынады. Осы аппарат жуып шығады да, ар жағынан вакуум бар өзі. Вакуум көбігін, бетіндегі шаң қылдарын бәрін сорып алады да, оны болғаннан кейін ары қарай жөнелтеміз. Сығатын су шелкісі бар өзі. Су шелкіге тығамыз. Салғаннан кейін сығып шығарады өзі 90%. Сосын ары қарай жаямыз. Шамалы 1-2 сағат кептіріп аламыз да, пакетке салып, доставкаға апарып қоямыз. Бай болу үшін кәсіп керек, ал кәсіп болу үшін бизнес сауаттылық қажет. Әрдайым ізденісте болайық. Келесіде жүздескенше.